Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода тортты қаптауға крем-чиз на сливках дайындаймыз. Бұл крем-чизге сармай қосылмайды, әдеттегідей, тек қана крем-чиз сливке арқылы жасалады. Творожный сырға бірден сахарная пудраны қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сахарная пудра творожный сырмен жақсылап араласқаннан кейін сливкемізді үстіне құямыз. Және миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сливкиді құйғаннан кейін тортты өзіңіздің қалаған кез келген түсіңізге бояуға болады. Гелевый красительді пайдалансаңыздар да болады. Мен бұл жерде диоксид титана арқылы торттың түсін ақ түске боядым. Өзінің формасын ұстайтын өте тығыз крем шығады. Бұл кремді тортта пайдалану үшін кондитерлік қапқа салып аламыз. Сегіз сағаттай тоңазытқышта тұрған тортты кондитерлік қаптан бір келкі шығара отырып кремімізді айналдыра жағып шығамыз. Бұл жерде менде 1,5 килограммдық торт. Видеоның описаниясына 2 килограммға және 1,5 килограммға қанша ингредиент алуымыз керек торттың кремін дайындау үшін соның барлығын грамммен қосып қалдырамын. Кремді тортқа айналдыра жағып шыққаннан кейін спатуланың көмегімен тегістеп аламын. Тортты бір айналдырып шыққаннан кейін крем тимей қалған жеріне кремді жағып толтырамыз. Міне біздің тортымыз қапталып бітіп қалды. Енді тек қана тортымыздың қырын шығарамыз. Осы кремді пайдалана отырып кез келген салмақтағы тортты қаптай берсеңіздер болады. Осымен мен өз видеомды аяқтаймын. Егер рецепт ұнап жатса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар.